Қан қысымыңыз жиі көтеріле ме? Дәрі ішуден шаршадыңыз ба? Онда бұл табиғи шөптер сіз үшін. Біріншісі аскөк, яғни петрушка. Аскөк тек көк шөп қана емес, жүрекке пайдалы табиғи ем. Оның құрамындағы каротиноидтар қан қысымын төмендетіп, дәрумені ағзадағы зиянды холестеринмен күреседі. Жануарларға жасалған зерттеулер бұл әсерді растаса, адам ағзасында да оң өзгерістер байқалуда. Аскөкті салатқа, сорпаға қосып күнделікті тұтынсаңыз жеткілікті. Екіншісі базилик. Хош иісті базиликтің құрамында эвгенол заты бар. Дәл осы зат қан тамырларын кеңейтіп босаңсытады. Бұл қан қысымының табиғи түрде төмендеуіне ықпал етеді. Базиликті шайға, сорпаға немесе тұздықтарға қосып көріңіз. Үшіншісі тимьян, яғни чабрец. Бұл шөп ежелден халық медицинасында қолданылып келеді. Тимьян құрамындағы розмарин қышқылы қан қысымын, қабынуды және қандағы қант деңгейін төмендетеді. Жүрек ауруларының алдын алуға көмектеседі. Шай ретінде демдеп ішсеңіз, денсаулығыңызға пайдасы зор. Төртіншісі пияз қабығы. Кәдімгі пияздың қабығы өте пайдалы. Онда кверцетин атты табиғи антиоксидант бар. Ол тамырларды нығайтып, қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Пияз қабығын кептіріп, шай қылып ішіңіз, табиғи әрі арзан ем. Бесіншісі кориандр, яғни кинза. Кориандр тек дәмдеуші емес, нағыз табиғи емші. Ол ағзадан зиянды токсиндерді шығарып, қабынуды азайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Қан қысыммен қоса күйзелісті де азайтуға көмектеседі. Дәнін тұндырып ішсеңіз немесе тағамыңызға қоссаңыз пайдасын көресіз. Бұл шөптер дәрілік препараттар емес, бірақ күнделікті өміріңізге қоссаңыз, қан қысымын табиғи түрде реттеуге көмектеседі. Дегенмен, созылмалы аурулар болса, дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.